Сәлеметсіздер ме? Бүгін математикадан бірінші сабақ дүйсенбі күннің 27 наурызға есептеудің тиімді тәсілдерін көрсетеміз сіздерге. Өту интерактивті сабақты бастаймыз дейді. Мына жерден видеоны көріп алсаңыздар болады. Осындай көбейтумен берілген есептерді мысалы 5-ті сәйкестендіріп шығамыз. 6 ретте 10-ды 3 рет қоссаң көбейтіндісіне тең. 6-ны 4 рет қоссаң 6-ны көбейтіндісіне тең. 2-ні 7 рет қосқан 2-ні 7-ге көбейтіндісіне тең. Жарайсын, дұрыс дейді. Дәл осы сияқты тапсырмаларды ретімен орындаймыз. Келесі тапсырма. Салыстыр. Бұл 5-ті 8-ге көбейтсек, 8 5-ге көбейтсек, екеуі тең. 9 4-тің 1 2 3 4 5 рет қосқан. Бұл жерде де тең. Жарайсын дейді. Алға. А санын 5 есе арттыр. Кестені толтыр дейді. А тең 1 несі? 5 есе арттырғанда 5-ке тең, 2-ге көбейтсек 10-ға тең, 4-ке көбейтсек 20-ға тең. 9 5-ің 45, 5 5-ің 25. Осындай шығар. Түсініп тұрған жоқпын, қыс болмаса қайталап көрсетеміз. А санын 5-ге арттыр. А тең 1, А тең 2. Дұрыс берілмеген мына жерде. 1-ге 5-ті қоссақ 6, 2-ге 5-ті қоссақ 7, 9, 9-ға 5 14, 5-ге 5 10. Жарайсын дейді, я. Дұрыс екенбіздікі. Мына жерге таңбаны дұрыс қоймаған. Алға. Келесі. Көшетін алматтандыру үшін көшеттер әкелінді. Бірінші көшеге әр қатарға 3 көшеттен 8 қатар, екінші көшеге әр қатарға 8 көшеттен 3 қатар ағаш көшеттер отырғызылды. Қай көшеде көшеттер саны артық? 8 үшін 24, 3 8-ің 24. Бұл жерде екеуі де тең дейміз. Дұрыс. Келесі алға. Қанат, Қайрат және Марат спорттың 3 түрімен бокс, волейбол және тенниспен айналысады. Қайрат волейбол үшін танымайды. Қанат боксшы балаға жиі барады. Марат бокспен айналысады. Ұлдардың айналысатын спорт түрін тап дейді. Марат бокспен айналысады. Бірден белгілеп қоямыз. Қайрат дейді волейболшыны танымайды. Себебі ол тенниспен айналысады. Қанат волейболмен айналысады. Тексеру. Дұрыс екен. Дәл осылай 100% орындауымыз керек. Орындап шығамыз. Каналға жазылыңыздар. Лайк басып қолдап кетіңіздер.